Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен комментарияларды оқып отырып, ең көп жиі кездесетін сұраққа жауап беруді шештім. Менің каналымдағы көп жиі кездесетін сұрақтардың бірі, үй жағдайында бетімізді қалай тез өзінің сұлулық қалпына келтіруге болады және ағартуға болады деген сұрақтар жиі кездесті. Әрине жасымызға жас қосылып ұлғайған сайын бетіміздің реңі кетіп, бетіміздің түсі сұрланып, біздің мимикалық әжімдер пайда бола бастайды. Оның құтылу жолдарының сан түрлісі бар. Мысалға, үй жағдайында қалпына келтіру, не болмаса дайын маска кремдерді алу, не болмаса косметологқа жүгіну. Менің каналым үй жағдайындағы маскаларға арналғандықтан, зерттей келе көзімнің жеткені ол имбирмен тез қалпына келтіруге болады. Бірақ та имбирдан масканы жасау үшін бетіңізде жара не болмаса қабыну болмауына сіз бірінші көз жеткізіп алуыңыз қажет. Себебі біздің имбирдің құрамында қышқыл көп болғандықтан, ол сезімтал бетке кішкене жақпайды. Сол себепті міндетті түрде имбир суын сығып алып, бетіңізге 5 минутқа жағып қойып тексеріп алыңыз. Егер бетіңіз қышымайтын болса, онда маскадан бетіңізге жағып қалпына келтіруге болады. Егер сізге ол маска не маска екені қызық болса, бірінші ең алдымен менің каналыма келіп алыңыз. Сол кезде менен тағы да басқа жаңа маскалар мен ақпаратты өткізіп алмайсыз. Ал сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жазып кетіңіз. Жауабын осылай видео ретінде түсіретін боламын. Имбирдің құрамында дәрумендерден бөлек амин қышқылдары өте көп және де антисептикалық әсері бар. Имбирдің үй жағдайында жасауға болатын маскалардың жолдары өте оңай және әсері тез болады. Мысалы ретінде имбирдан жасалған маскалар бетіміздің қалпына тез келуінен бөлек, ол және бетімізді қатайтады және де тартылып лифтинг эффект жасауға өте жақсы әсер береді. Егер сіз каналды соңына дейін қарайтын болса, арасында мен сізге тағы да одан бөлек лайфхактармен бөлісіп отыратын боламын. Бетімізді тез қалпына келтіруге арналған тағы да бір ингредиент семинальна, яғни зығыр майлары дәндері деп аталады. Бос радикалдарымен және холестеринді кетіруге болатын бәрімізге мәлім. Дәл сондай ол бетімізге берер пайдасы көп адам біле бермейді. Косметологтардың сіздерге берген кремдерінен еш кем түспейтініне мен сіздерге кепілдік бере аламын. Егер осының майын бетімізді сүртіп қалпына келтіріңіз келсе, ең сізге арналған тапқыр ингредиент деп айта аламын. Ол біздің үлкен дүкендерде шамамен 600-800 теңге тұрады. Тағы да біздің бетімізге арналған маскаға қосылатын үшінші ингредиенттің түрі ол бізде кукуруз крахмалы, яғни жүгері крахмалы. Жүгері крахмалының бетке ешқандай зияны жоқ, сол себепті қорықпай қолдансаңыз болады. Крахмал ол біздің бетіміздің ағаруын ұзақ уақыт ұстап тұрады және қара дақтардың көбейіп кетпеуіне септігін тигізетін болады. Және де маскаға қосатын төртінші ингредиент ол бізде миндаль майы. Миндаль майы біздің дәріханаларда сатылады, бағасы шамамен 600-800 теңге тұрады. Миндаль майы ол біздің бетімізді құрғақтықтан құтқарады, шулышение дейді, енді қабыршықтаудан құтқарады. Міндетті түрде маскаға миндаль майын капля, 10 тамшы жағып отыратын болсаңыз, бетіңіздің құрғақтықтың не екенін білмейтін болады. Ал біз енді маскамызды жасауға кірісейік. Мен ең алдымен имбирдің қабығын ашып тазалап алдым. Осындай мөлшері жеткілікті. Чоркадан жақсылап өткізіп аламыз майда көзінен. Осы жасаған маскамызды холодильникте 1 аптаға дейін ұстауға болады. Жатар алдында күн ара, яғни аптасына 3 рет, ең көп дегенде 4 рет жасап жүріңіз. Ұмытпаңыз, сезімтал бетке жасауға болмайды. Ал мен имбирді майда көзінен өткізгіштен өткізіп алдым. Енді осы имбирдің суын бізге сығып алу қажет.
Ол үшін бізге оны қайнататын болғандықтан сразу қайнататын ыдысымызға суын сығып аламыз. Осындай сеткаға салып аламын ең алдымен. Және осылай басу арқылы суын шығарамын. Ал мен өткізгіштен өткізіп болғаннан кейін, сығып суын шығарып алғаннан кейін, осы суына имбирдің кішкене кішірек ыдыс алу керек еді, жарайды енді. Бір қасық крахмал саламын. Ал крахмалымызды салып, әбден араластырамыз. Ал әбден араластырып алдық, крахмал мен имбир суын. Енді ыстық отқа қайта араластырып, бұны кішкене қоюлатып аламыз. Біздің жаңағы массамыз осылай қоюлады. Енді дайын болғаны массаны арнайы ыдысқа салып аламыз. Кішкене уақытқа суыға қалдырамыз. Енді зіңгір майымызды, зіңгірдің дәндерін бір қасық салып аламыз. Үстіне су құйып 10-15 минуттай қайнатамыз. Ақырын баяу отта араластырып отыруды ұмытпаңыз. Арнайы ыдысқа мұны салдым. Үстіне бір стакан, яғни 150-200 грамм су құйып қайнатамыз. Ал мен зығырды әбден отта қайнатып алдым. Қайнатып жатқан кезде көресіз, массасы осындай желеге ұқсас болып дайын болады. Енді дайын болған массамызды жаңағы біздің алдын ала дайындаған имбир мен крахмалының үстіне сүзіп, өткізгіштен өткізіп аламыз. Сүзіп аламыз, яғни. Осылай желесін шығарып алу қажет. Ал біз енді оны екеуін араластырамыз бір-бірімен жақсылап. Және де айтып өткен миндаль майынан 10 тамшы примерно тамызып аламыз. Жақсылап араластырып, бетімізді жуып, таза кепкен бетке 10 минутқа ұстаймыз. Егер де бетіңіздің қабыршағы қалың болатын болса, 15 минут ұстауға болады. Егер де жұқа болса, бетіңіз сезімтал болса, 10 минуттан артық ұстамаңыз. Өйткені мұнда бізде имбир, яғни зімбір бар, ол құрамы қышқыл болып келеді.